Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай бауыр етінен өте әдемі блинчиктерді жасаймыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ал бастайық. Ең алдымен бізге керек осындай бауыр еті. Менде бұл жерде сиыр етінің бауыры. Оны блендерден өткіземіз. Ең алдымен жалпы сыртындағы пленкасын алып тастағаны жөн. Соны алып тастап, осылай кішігірім етіп турап, блендерге салып өткізіп аламыз. Егер де блендер болмаса, ет тартқыштың көмегімен сақтап өткізіп алсаңыздар болады. Міне блендердің көмегімен өткізгенде бізде осындай масса болып шығады. Оны жеке ыдысқа құйып шығамыз. Осылай барлық бауырымызды блендердің көмегімен өткізіп аламыз. Міне бізде осындай масса болып шықты. Енді осының үстіне сүтімізді құямыз. Және де осы сүтпен бауырды венчиктің көмегімен жақсылап тұрып бір қалыпты масса болғанша араластырып аламыз. Бізде осындай масса шықты. Көріп тұрғандарыңызда кішкене түйіршіктері бар. Соны қайтадан блендердің көмегімен өткізіп алсаңыздар болады, немесе ситаның көмегімен өткізіп алғандарыңыз болады. Ал енді осы массаның үстіне әрі қарай жұмыртқамызды саламыз, және де дәміне қарай тұз бұрышын қосамыз. Сәл ас содасын қосып, оны да венчиктің көмегімен бір қалыпты масса болғанша араластырып аламыз. Және де сұйық май қосып, араластыруды да ұмытпаймыз. Ал енді осылардың барлығының үстіне ұнымызды саламыз. Барлық керекті заттар описанияда жазылған. Жалпы граммына қарап жазсаңыздар өте әдемі болып шығады. Осыны да венчиктің көмегімен араластырып, әдемі масса болғанша араластырамыз. Жалпы ұнды салғаннан кейін сәл түйіршіктер қалып қою мүмкін. Сондай болмас үшін тағы да блендердің көмегімен өткізіп аламыз. Сонда бір қалыпты әдемі масса болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай әдемі масса болып шығуы керек. Ал енді пешіміздің үстіне табамызды қоямыз. Ең алғашқы блинчиктер пісіру үшін сәл сұйық майды жағып алсаңыздар болады. Және де әрі қарай қызғаннан кейін біз осылай әдемілеп тұрып блинчиктерімізді құямыз. Сәл жұқалау етіп жағыңыздар. Және де әр бетін толықтай піскенше қойып қоямыз. Әр жақ бетінің пісуіне 2-3 минуттай уақыт кетеді. Толықтай піскенін қадағалаңыздар. Және де жан-жағына жағылмай қалса, осылай спатуланың көмегімен жағып жіберсеңіздер болады, немесе қасықтың көмегімен. Ал енді бір жағы піскеннен кейін екінші жағына осылай аударып аламыз. Және де екінші жағында толықтай піскенше пісіреміз. Осылай барлық блинчиктерімізді пісіріп аламыз. Менде осы жазылған граммдардан 15-16 штуктай блинчиктер шықты. Міне бізде осындай блинчиктер шықты. Енді осыдан әдемі рулет жасаймыз. Ең алдымен блинчиктеріміз толықтай суығаны жөн. Ал енді рулет жасау үшін ең бірінші соусын дайындаймыз. Менде бұл жерде майонез және де укроп. Қаласаңыздар осы жерде сіздер сарымсақ қоссаңыздар болады. Мен сарымсақты осы салмаға қостым. Бұл жерде сәбіз және де пияз және де сәл сарымсақ қосып, оны майға қуырып алдым. Ал енді блинчиктерімізді жасаймыз. Бір бауырымызды алып, осылай ең алдымен соусымызды жағып шығамыз. Ортасына салмамызды саламыз. Әдемілеп осылай вилканың көмегімен немесе қасықтың көмегімен жағып шығып, әдемілеп тұрып ораймыз. Орағанда ортасы бос болмау керек. Қатты қылып орасаңыздар, ортасы кескенде әдемі болып көрінеді. Осылай әдемілеп орап шығамыз. Және де барлық блинчиктерімізді орап аламыз. Және де турамас бұрын 2-3 сағатқа холодильникке немесе салқын жерге қойып қойсаңыздар, ортасы әдемі туралынады. Және де 2-3 сағат өткеннен кейін осылай 3-ке немесе 2-ке бөліп турасаңыздар болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай ортасы өте әдемі көрінеді. Жалпы қонақтар келгенде осындай түске басарды жасасаңыздар,
дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұратынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңызда жасалу өте оңай болады. Әрі тез, әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Диана. Менің келесі видеоларымда кездескенше, қош саламатта болыңыздар. Ал мына жерде мен жаңағы қонақ келгенде жалпы подачаның түрін көрсеттім. Бұл жерде салат жапырағын аламыз және де мен осындай тауықтан шашлык жасадым. Бұл тауықтан шашлыктың да рецептін алдағы уақытта салатын боламын. Және де міне көріп тұрғандарыңыздай жаңағы жасаған бауырдан рулеттер және де осындай картофельный шарики жасадым. Осылай үшеуін әдемілеп қойсаңыздар болады. Бұл менен бір идея болсын. Баршаларыңызға рахмет. Ал мені қолдап комментарий жазып және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.